Біз неге ажырасып кетпедік дегенді ойланамын да кейде. Үйленгеннен кейін осы кездері ажырасудан оңай нәрсе жоқ. Бізді сақтаған не нәрсе десе өзі бір 3-4 нәрсе екен, білмеймін. Біз бір-бірімізді кешіруге тырысқан сияқтымыз. Бұл да бір адам, Ерлан болса Ерлан шығар, бұл да бір апасының еркесі болса еркесі шығар. Бірақ бұл да бір адам, мысалы дейікші. Немесе Лаура болса Лаура, ол да бір әйтеуір пенде, оның да қателесуге құқысы бар, оның да бір қате айтып қалуға құқығы бар деген сияқты бір-біріңді кешіре салу, өткізіп жібере салу деген нәрселер бізді бір сақтаған сияқты. Содан кейін өзі әйел болғаннан кейін айтады, мысалы жігіт болсаң, әйел болғаннан кейін айтуы мүмкін, артық сөйлеуі мүмкін, кем сөйлеуі мүмкін, эмоцияның үстінде бір дүниені төңкеріп жіберетіндей сөз айтуы мүмкін, бірақ ертең-ақ ашуы тарқап, шай орамал кепкеннен кейін мүлдем сенен жақсы жігіт жоқ сияқты, осы саған тигеннен бір дүниедегі бір ұлы бақыт сияқты айта салу оп-оңай әйел адам. Сондықтан өз бір семьяларыңызды сақтағыларыңыз келсе, шынымен бір әдемі сөз емес, бір-біріңізге бір кешірімді болу деген нәрсе. Көп айтатын еді осы, кешірімді болыңдар деп. Кешірімді болу деген сөз бір-бірің қателескен кезде, немесе ашуланған кезде соны өткізіп жібере салу екен ғой. Содан кейін жаңағы түсіне салу деген нәрсе, әйел болғаннан кейін айтады, жігіт болғаннан кейін жүріп қалуы мүмкін, сонда бір әртүрлі қателесуі мүмкін деген сияқты әйтеуір түсіне салу. бір-біріміз эмоцияның үстіне мініп шаба бермей өткізіп жіберіп ақырын күту деген сияқты 5-6 нәрсе екен ғой.